Бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ болып шығатын вафлидің рецептімен бөліспекшімін. Ең алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне еріген сары майымызды және сметанамызды құйып тағы да араластырамыз. Ұн мен қопсытқышты бөлек ыдысқа біріктіріп, жұмыртқалы массаға саламыз. Арасында түйіршіктері қалмай, бір келкі қамыр шығуы тиіс. Қызып тұрған вафельницаға 7-8 минутқа қойып аламыз. Әрқайсысына 2 ас қасықтан салдым. Егер сізде вафельница болмаса, дәл осы рецептпен сковородкаға 1 қасықтан құйып, панкейк сияқты жазсаңыз болады. Каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жадыра, ас болсын.